Саламатсыздар ма, құрметті білім алушылар. Бүгін біз сіздермен орман өртіне қауіпті аймақтарды анықтау және соған байланысты модельдеуге тоқталатын боламыз. Ең алғашында мен сіздерге табиғи парктердің аумағын жіберетін боламын. ООП-ны сол бұрынғыдай Shapefiles атты бағана кіріп ссылка таңдаймыз да, осы жақта ООП-ті SBX алып тастап, открыть деген батырманы басып, осы жаққа жүктейміз, апплоуд басамыз. Апплоуд басқаннан кейін біз осы шейп файлдарды қарап көретін болсақ, көріп отырғандарыңыздай бізде шейп файлдар ол көптеген жеке полигондардан тұратындығы көрініп тұр. Futures, яғни осы Futures'та бізге name атты бағанамен жұмыс істеуіміз қажет. Name атты бағанамен жұмыс істеу үшін ең алғашында біз OOP-ны жеке импорт ретінде, скрипт ретінде қоямыз. Яғни сол бойынша. Яғни бұл жақта біз ең алғашында OOP-ны деп жазып аламыз. Келесі, мысалы өзімізге қажетті деректерді алу үшін ең алғашында мысалы OOP емес парк деп жазасайық, барлығына түсінікті болу үшін. Енді осының құрамындағы деректерді шығаруымыз керек, яғни агрегейт арқылы. Print aggregate array. Осы жақта бағана көргеніміздей name. Осы name'нің барлығын бізге қазір шығаруымыз қажет. Яғни өзімізге қажетті белгілі бір табиғи парк таңдауымыз қажет. Таңдап басамыз да, осы жақта бізде 315 элемент шығатындығы көрініс табады. Яғни Асу-Жабағылы, Алакөл деген секілді. Мысалы, Алакөлский государственный заповедникті алатын болсақ, копировать басамыз да, енді келесі сол таңдау аймағын анықтаймыз. Мысалы, бар Алакөл парк дейміз. Енді келесі Алакөл парк таңдағаннан кейін біз осыны жеке бағана бойынша бөліп қарастырамыз. Парк PC фильтр equation алғашқы бағанасына бізге өзімізге таныс name'ді қоямыз. Ал екіншісіне бағанағы скопированный Алакөлский национальный парк дегенді қоямыз. Алакөлский государственный заповедник. Копировать. Ставить. Енді осы аймақтарды біз геометриясын анықтауымыз керек. Бар парк Алакөл парк. Geometry. Енді осы объектілерді біз картаның бетіне шығарып көрейік. Қалай болады екен. Center object. Парк. Біздің ойымызша где-то 10 дегенді қойып көріңіздер. Адлейердің ішіне парк дегенді қоямыз. Өзіңізге таныс комбинация color. Cyan дегенді қойсаңыздар. Соның атын жазамыз. Мысалы парк дейміз. Парк boundary. Парк boundary. Енді осыны run арқылы жүргізіп көрейік. Қалай болады екен. Яғни біздің аймағымыз сәйкесінше анықталды, және де осы жақта Алакөл мемлекеттік ұлттық табиғи паркі анықталды. Енді деректер анықталғаннан кейін бізге көрсеткіштерді талдау мерзімі және сол бойынша бірқатар көмекші элементтермен жұмыс жасауымыз қажет. Яғни бұл бізде ең алғашқы бірінші қадам. Жоғарғы бөлігіне өздеріңізге
дұрыс бағыт беру үшін осылай жеке жеке бөліп қарастырсаңыз дұрыс болады. Яғни бұл бізде деректерді импорттау және таңдалым. Екінші қадам бізде сәйкесінше көрсеткіштерді анықтау деп аталады. Көрсеткіштерді анықтау ең алғаш бізге талдау мерзімін таңдау керек. Олар старт дейт. Осы жақта 2025 6 01. Осыны копировать етіп басына қоямыз да старттың орнына end деген қосамыз. End date 2025 8:31. Яғни бізде жалпы методика, яғни әдістеме бойынша орман өрттері табиғи парктардың аумағында және де жаз айларында болатындығы ескеру қажет. Екінші қадам бізде сәйкесінше аномальды кезеңдерді анықтау. Аномальды кезеңдерді анықтау деп аталады. Var baseline start. Бұл жақта бізде 2019 06 01. Яғни бізге соңғы 5 жыл аралығын анықтауымыз қажет. Бар baseline end. Келесі 2024 08 31. Яғни осы кезең аралығында және жазғы ай мерзімдерін таңдау арқылы біз орман өрттеріне қауіпті аймақтарды талдай аламыз. Бірыңғай масштаб. Бар analysis scale дейміз. Бұл жақта бізде 100 немесе 10 деп қойсаңыздар болады. Ол ең алғашында болашақта қолданатын деректердің кеңістіктік ажыратымдылығына байланысты болып табылады. Енді үлестік коэффициенттерді анықтау. Яғни үлестік коэффициенттер дегеніміз бұл бізде модельдеу болғандықтан біз бұл зерттеуде многокритериальный анализді қолданамыз. Яғни көп критерийлі анализ деген ұғымды және сатидің класстарға жіктеу және коэффициенттерді анықтауға байланысты методикасын қолданатын боламыз. Яғни бұл жақта бізде 5 негізгі элемент көрсетілген, яғни 5 негізгі элементтің ішінде
бір деген коэффициенттерді жеке жеке үлестерге бөлу болып табылады. 0,30-ға 0,25 қоссақ 0,55, 0,75, 0,75-ке 0,15, 0,9, және 0,9-ға 0,1 бір. Яғни осы жақта олардың қосындысы бізде сәйкесінше бір болуы керек.